Бір ауылда Мақсат деген жас жігіт тұрады. Еңбекқор, иманды, шындықты іздеген жан. Күнде намазын оқып, мешіттегі дәрістерге барып жүреді. Ауылдастар оны үлгі тұтады. Бір күні Мақсат әлеуметтік желіден бір уағызшының видеосын көріп қалады. Сөзі сенімді, ұраны батыл. Басқалар адасқан, дұрыс жол біздікі ғана. Бастапқыда бұл сөздер Мақсатқа шындай көрінді. Уақыт өте келе мінезі де өзгерді, отбасы мүшелерімен салқын сөйлесіп, мешітке бармай қояды. Әкесінің шайғаны балам, бірге жұмаға барайық деген сөзіне, ол мешітте шірік пен бидағат айтылып жатыр деп дау айтады. Кейін ауыл шетінде бұрынғы досы Даниярмен жолығады. Ол Алматыда діни білім алып жүрген студент еді. Мақсат, шариғатты кімнен үйреніп жүрсің дейді ол. Бір парақша бар. Ал сен сол үшін ата-анаңа қарсы шықтың. Достарың мен бауырларыңнан алыстап кеттің. Осы шындық па сонда? Данияр сөзін жалғастырады. Есіңде ме? Бұрын таза бұлақтан су ішуші едік. Біреу қоқыс тастап лайлап кетті. Сен қазір сол лай суды ішіп жүрсің. Таза бұлақ жоғарыда, бірақ оған дұрыс жолмен бару керек. Сол түні Мақсат көп ойланады. Таңертең мешітке барып, имаммен ашық сөйлеседі. Дінді сенімді дерек көздерден оқи бастайды. Күні кеше адасқан жігіт енді салиқалы, білімді жолға бет бұрады. Ал енді ойланып көрейік, білімді кімнен алып жүрміз? Ішіп жүрген суымыз бұлақтың басынан ба, әлде лайланған су ма? Есіңде болсын, шын білім айқайда емес, дәлелде. Шын ұстаз үкім айтпайды, жол көрсетеді. Шын ақиқат таза бастаудан басталады. Сенім жүректің ісі. Жүректі адасудан сақтау үшін сенімді білім керек.